Сәлеметсіңдер ме балалар? 4 сыныптың 65-ші сабағы. Достар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Балалар, бүгінгі сабақта бірлескен жұмыс тақырыбын өтеміз. Яғни бірлесіп жұмыс істеуге берілген есептерге талдау жасап, оларды шығаратын боласыңдар. Бізде бірінші есеп бойынша, кесте бойынша есептер құрастыр және шығар деп отыр. Бірінші тігінші 2, үшінші 3 тігіншінің беріп отыр. Бірінші тігіншінің сағатына 5 бұйым жасады. Екінші тігінші сағатына 8 бұйым жасады. Үшінші тігінші сағатына 12 бұйым жасады. Бұлардың уақыттары бірдей, 3 сағат, үшеуінде де. Енді бізде сұрақ, жұмыс қанша бұйым жасалды? Үшеуі 3 сағат ішінде қанша бұйым жасады деп отыр. Біз енді B1, B2, V3 деп аламыз. B1 бізде 5 бұйым сағатына, V2 бізде 8 бұйым сағатына, V3 12 бұйым сағатына. Т тең бізде уақыт 3 сағат, үшеуіне де бірдей. А бізде белгісіз. Енді біз А-ны табу үшін B-ны Т-ға көбейтеміз. Яғни V тең B1 қосу V2 қосу V3. Әуелі 3 тігіншінің бұйымдарын, сағатына жасайтын бұйымдарын қосып аламыз. Яғни 5 қосу 8 қосу 12, 25 бұйым. Сағатына 3 адам 25 бұйым жасап отыр. Яғни 3 адамның өнімділігі. Енді біз А-ны табу үшін 25-ті 3-ге көбейтеміз, 75 бұйым. Сонда 3 тігінші бірлесіп 75 бұйым жасайды. Екінші есеп. Екінші шалғыншы бірлесіп 360 метр квадрат жердің шөбін шапты. Олардың біреуі 1 сағат, ал екіншісі 2 сағат жұмыс істеді. Егер жұмыс өнімділіктері бірдей болса, әрқайсысы қандай ауданның шөбін шапты дейді. Бізде жұмыс 360 метр квадрат. B1 бізде 1 сағат, Т1 1 сағат, Т2 2 сағат. B1 мен B2-ның жұмыс істеген өнімділігі, жұмыс істегені бірдей. Өнімділіктері бірдей. Бізде А1, А2-ні табуымыз керек. Яғни Т1 мен Т2-ні қосып аламыз. Біз уақыттарын 3 сағат болады. Енді біз 360-ға жұмысқа 3-ті бөлеміз уақытты, сонда 120 метр квадрат сағатына. Әр қайсысының жаңады өнімділігі. Енді А1-дің өнімділігін табу үшін 120-ны 1-ге көбейтеміз, 120 метр бірінші шалғышының жұмысы. Екінші бізде А2 120-ны 2-ге көбейтеміз, 240 метр квадрат. Екінші шалғыншының өнімділігі. Бірінші шалғыншы 120 метр квадрат, екінші шалғыншы 240 метр квадрат шөп шапты. Үшінші есепте телефон жөндеуші бір күнде 11 нысанға қызмет көрсетеді. Егер күнде дәл осындай мөлшерде жұмыс істейтін болса, онда ол 77 нысанға қанша күн қызмет көрсетеді. В тең бізде 11 нысан күніне, А тең 77 нысан. Сонда уақыт бізде белгісіз. Уақытты табу үшін жұмыс пен өнімділікті бөлеміз. 77 мен 11-ді бөлсек 7 күн. Яғни жауабы 7 күн қызмет көрсетеді. Төртінші есеп. Ұзындығы 900 км жолдың жөндеу жұмыстарын бір бригада 30 күнде, ал екіншісі дәл осы жұмысты 45 күнде аяқтайды. Екі бригада жолдың екі жақ шетінен бір уақытта бастап, осындай еңбек өнімділігімен жұмыс істейтін болса, бұл жұмысты қанша уақытта аяқтайды? Бізде А тең 900 км бірдей, Т1 бізде 30 күн, Т2 бізде 45 күн, яғни екіншісінің уақыты. Т тең бізде бірлесіп жұмыс істеген күндерін белгісіз. B1 тең А бөлу Т1, яғни 900-ті біз 30-ға бөлеміз. Ол 30 км күніне. Бірінші бригада 30 км күніне жасайды екен. Екінші 900-ті 45-ке бөлеміз, 20 км күніне. Яғни екінші бригада 20 км күніне жасайды екен.
Енді біз V1 мен V2-ні қосамыз. 30 бен 20-ны қосылып, 50 километр күніне, яғни бірлескен өнімділігі, яғни бірлесіп жасаған жұмыстары. Ал енді Т-ны уақыттарын табу үшін, жалпы уақыттарын бірлескен екеуінің уақытын табу үшін 900-ді 50-ге бөлеміз, 18 күн. Екеуі бірлесіп жұмысты 18 күнде аяқтайды. 5-ші есеп. Кесте бойынша өрнек құр және жаз, олардың мәнін тап дейді. Бізде қосылғыш тұр, қосындының мәнін табуымыз керек. Бірінші бағанда бізде 52.416 бөлу 52. Астында екінші бағанда қызылмен 11.000 көбейту 451. Біз балалар көбейткенде біз төменнен жоғары қарай бірінші бағанды аламыз. Сонда біздің есебіміздің мәні 5969 шығады екен. Екінші бізде 80-ның 12 мен қосу жақша ішінде 28.054 пен 987-ның айырмасы. Бірінші бізде жақшамен амал орындалады, онан кейін қосу жақша сыртында қосу амалы 28.054 пен 987-ның айырмасы 27.067. Ал оны 80.012 мен 27.067-ні қоссақ 107.079 шығады екен. Үшінші есебіміз бізде 73.650 мен 850 мен 50-дің бөліндісі. Бірінші бөлу амалын орындаймыз. 850 мен 50-дің бөліндісі 17. 73.650-ге 17-ні қоссақ 73.667 шығады екен біздің есебіміз. Алтыншы есеп. Әлия фермаға барды. Ол онда сиырлардың сауын аппараттарымен арнайы ыдысқа немесе сүт түтікке сауатынын білді. Әлияға есепті шығаруға көмектес дейді. Бірінші сауыншы 2 сауын аппаратымен ыдыстарға 1 сағат ішінде 15 сиыр сауады. Екінші сауыншы сүт түтікке 1 сағат ішінде 22 сиыр сауады. Олар бірлесіп 4 сағат ішінде қанша сиыр сауады? Бұл бізде 15 сағат сиыр сағатына, B2 22 сиыр сағатына. Уақыт бізде 4 сағат, бізде А бірлесіп жасалған жұмыс белгісіз. Ол үшін В тең B1 қосу B2, яғни біз 15 пен 22-ні қосамыз, 37 сиыр сағатына бірлескен өнімділік бұл. Енді 37-ні біз 4-ге көбейтеміз, 148 сиыр. Олар бірлесіп, сонда 4 сағатта 148 сиыр сауған екен. Жетінші есеп бізде 5-ге де 10-ға да бөлінетіндей етіп, бос орындарды цифрлармен толықтыр, тексер дейді. Бұнда 32.000, бізге баста 3215 саны берілген, оған 0-ді тіркеу арқылы 32.150 санын шығардық. Оны 10-ға бөлсек 3215. 32.150-ді 5-ге бөлсек, сонда бізге 6450, яғни бізге 5-ге де 10-ға да бөлінетіндей етіп, бос орындарды цифрлармен толықтыр деген. Келесі сан бізде 340.700.800. Оны 10-ға бөлсек, бізде 34.070.80 шығады екен. Келесі біздің санымыз 87.603.650. Оны 10-ға бөлсек
8.760.365. Ал 5-ке бөлсек, бізде 17.520.730 деген шығады екен. 0 цифрмен аяқталатын сандар 5-ке де 10-ға да бөлінеді. 50, 210, 1040 деген сияқты сандар. Яғни 5-ке де 10-ға бөлу үшін біз 0-дермен аяқтай алады екенбіз. Осы ережені мұқият есте сақтаңдар. 8-ші есеп. Тоқыма фабрикасы 180.800 костюм тігуі керек. Бұйымдарды күнделікті бірдей мөлшерде шығара отырып, бір цех бұл жұмысты 18 күнде, ал екіншісі 9 күнде орындай алады. Дәл осындай өнімділікпен бір уақытта жұмыс істей отырып, екі цех бұл жұмысты қанша күнде орындайды? Бұл есепте А тең 1800 костюм, Т1 18 күн, Т2 9 күн. Бізде бірлесіп жұмыс істеген уақыт белгісіз. В1-ді табу үшін А бөлу Т1. Яғни 1800-ді бөлеміз 18-ге 10 костюм күніне бірінші цехтың өнімділігі. Екінші бізде А-ны бөлеміз Т2-ге 1800-ді бөлеміз 9-ға 200 костюм күніне екінші цехтың өнімділігі. Сонда 100 бен 200-ді қосатын болсақ 300 костюм күніне, ал 1800-ді 300-ге бөлетін болсақ 6 күн. Екі цех бұл жұмысты 6 күнде орындайды екен. Әсілінде кесте бойынша есеп құрастыр және шығар деді. Біздегі әсінде кесте берілген В1 90 бұйым күніне, В2 80 бұйым күніне, Т1 бірдей белгісіз, бірақ бірдей уақыт екеуінде А1 540 бұйым, А2 бізде белгісіз. Т1 тең А1 бөлу В1, яғни 540-ты 90-ға бөлеміз 6 күн. А2 тең В2 көбейту Т. Бізде 6 күн шықты, 6 күн ол екінші бригаданың да уақыты болып табылады, өйткені екеуі де бірдей болғандықтан. Енді біз В2 80 мен 6 күнді көбейтеміз 480 бұйым. Екінші бригада 480 бұйым жасайды. 9-шы есеп бізде мұндай есептерді шығару кезінде мұқият болып, оларды әдеттегі тәсілмен шығаруға бола ма дейді. Асында үй қояндары 5 күнде 12 сәбіз жейді. Күніне осы мөлшерде берілетін болса, оларға 24 килограмм сәбіз неше күнге жетеді дейді. 5 күнде 12 килограмм, қанша күнде 24 килограмм жететінін анықта дейді. 24-ті 12-ке бөлеміз 2, 2-ні 5-ті 2-ге көбейтеміз, сонда 10 күн. 24 килограмм сәбізді 10 күнде жейді екен. Әсінде сиыр 6 күнде 140 килограмм жейді. Күніне осы мөлшерде берілетін болса, онда 70 килограмм жем сиырға неше күнде жетеді. Тура асындағыдай 140-ты біз 70-ке бөлеміз, 2 шығады, ал оны уақытқа күніне бөлеміз, сонда 3 күн. Сиыр 70 килограмм жемді 3 күнде жейді екен. 10-шы есеп. Ғалымдардың есебі бойынша табиғатта 1 сантиметр топырақ қабаты қалыптасу үшін 400 жыл қажет. 3 сантиметр топырақ қабаты қалыптасу үшін қанша жыл қажет дейді. 1 сантиметр қалыптасу үшін 4 жыл қажет болса, 3 сантиметр белгісіз. Ол үшін біз 3 мен 400-ді көбейтеміз 1200 жыл. Сонда 3 сантиметр топырақ қабаты 1200 жылда қалыптасады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңдар. Жаңа сабақпен танысып отырасыңдар. Сау болыңыздар.